Так, біздің Bosch электроплитамыз келді. Яғни бұл плитада айта кетейік достар, қосымша кабелі болмайды. Яғни мына жерден шығып кухнядағы розеткаға дейінгі кабель болмайды. Сондықтан оны арнайы сатып алуға тура келеді. Сосын мына схемамен қосып оны жалғау керек. Мына жерде бәрі көрсетілген, ешқандай қиындығы жоқ, қорықпаңыздар. Екінші, мына жерде фигурный отвертка, плоский отвертка келмейді. Бұл специально мынандай головка керек болады. Яғни Т20 деген. Т20. Так, қалай жалғанатын көрсетіп кетейін. Яғни бірінші рет алып, қалай қосамын, кабельді қайдан аламын дейтіндер болса, қарай салыңыздар. Яғни міне бізде мынау 1, 2, 3, 4, 5 деген неміз тұр. Так, біз қазір қалай істейміз? Мына мен мынаны үшеуін жалғаймыз. Оның қосымша мына жерде тұр. Міне. Көрдіңіз ба? Бұны аламыз да. Міне. Мына жерге жалғаймыз. Екіншісін тоже осы жерге жалғаймыз. Так, міне жалғанды. Бұл схема бізде мынаған аламыз. Мынау яғни масса, заземление. 1, 2, 3-ті жалғаймыз. Бұған бір паза тастаймыз. LT деген паза ол. Одан кейін 4 пен 5-ті жалғаймыз да. 5-тің тұсына N деген екінші пазаны қалдырамыз. Бізде бар жоғы 3 паза. Оның қорқуға қажет жоқ. Бір пазаны міне заземление қалдырамыз. Екінші пазаны мынаған жалғаймыз. Міне разница жоқ, бұл өзі үшеуі бір функцияны атқарады. Мына үшеуі 1, 2, 3 бір функцияны. 4 пен 5 ол бір функцияны атқарады. Мынаған жалғаса да, ол разница жоқ. Так, көкті бізде сары, көк, серый деген провод болады. Көкті мынаған жалғаймыз, серіні мынаған, сарыны заземление мынаған жалғаймыз. Сонымен болды, ешқандай қиындығы жоқ. Схема мынау. Сау болыңыздар.